Бүгін қаламызда ауқымды дәмдастыр фестивалі өтіп жатыр. Мотобайкерлер мен спорттық автокөліктердің әсерлі шеруі. Фестивальде дәмді тағамдар, қызықты бағдарламалар, сонымен қатар кешке үлкен гала концерт күтуде. Сіздерді осы керемет атмосфераны сезінуге шақырамыз. Festival is very exciting. Today festival is like celebrating our festival in India. It's very exciting today. Like we are in India, that's why we are enjoying very well. It's very heartwarming. Did you like it? Yeah, I am like very much. And this the crowd is very excited. That's I am excited very. Thank you. Thank you. Thank you. Вау! Тамаша, дәмін енді айтамайым. Еті деген балғын, ауызда ериді. Қазақстан бойынша Шымкент қаласы самса дайындаудан рекорд қойып жатыр. Әлемді мың зерттеп болып, бірақ әлі құпия болып. Қалай ойлайсыз, қалай болады деп ойлайсыз? Керемет болады. Қазақстанда жоқ дейді бұндай самса. Сол бәріміз, мен өзім тұрғаным 2 сағат болды бұл самсаны күтіп атқанына. Бір көреміз енді қандай болатын. Шымкент енді өз сондай гастрофестивальді не қылады ғой өзі. Мақтанышы ғой. Жақсы тағамдармен керемет болып жатыр бүгінгі күн. Иісі әдемі болып шығып жатыр енді. Бірақ енді қалай не екенін білмей жатырық та, сол бәрімізге бір қызық болып тұр. Жалпы қалай болды самса дайындау барысы? Енді қызықтау, қиындау деймін да. Әрі қанша еңбек бұл жерде, түнімен ұйықтамау. Жақсы, енді қазір дәмін көретін боламыз. Құдай қаласа, дәмін көресіздер. Баға бересіздер. Обязательно. Рахмет. Сәлеметсіз бе, қош келдіңіз Шымкентке. Саламатсыз. Шымкент шынымен де ең бірінші ауа райымен таңғалдырды, және де күліп жүрген, көңіл күйі мықты адамдармен таңғалдырды. Бүгін шынымен де мен наурызда Шымкентке келіп көрмегем. Шымкентке алғашқы келуім осы наурыз айында. Наурыз айында Шымкентке келіп, көктемді қарсы алу керек екен шынымен. Фестиваль қалай болып жатыр? Қалай ойлайсыз қазір? Қазақстан бойынша рекорд қойып жатыр ғой Шымкент? Жоқ, енді Шымкент ол жағынан таңғалдырмаса болмайды. Өйткені барлығы білетін шығар, Шымкентте ең дәмді тамақтар екенін, ең дәмді плов, кәуап, самсалар, және де көксе дейтін бар ғой, легендарный. Особенно мен алқаш досым бар, көксе жақсы көреді. Тамақтың шетерлесі бар. Енді Шымкент бұл рекордты қоймағанда кім қояды деген сұрақ қой. Дұрыс айтасыз. Здравствуйте, как проходит в Шымкенте фестиваль? Здравствуйте. Ну, в Шымкенте как он может пройти? Он проходит грандиозно. На самом деле народ сам по себе такой легкий на подъем. Я не ожидал, что будет столько народу. Вот правда, я просто не ожидал. Я думал, это будет как с Исентаем разговаривать, типа а-ля актовый зал. Нет, весь город проснулся, говорит, сегодня у нас стой на площади. Поехали. Ну и кормят, конечно, у вас просто безбожно. Ребята, я дышать не могу, сколько мы шашлыков и плова съели. Вот стоят мои коллеги, они все стоят, улыбаются, подтвердят. Невероятно классный город. Я считаю, что по праву считается самый гостеприимный и самый гастрономический город нашей прекрасной страны Казахстан. Қазір Шымкент қаласының әкімі келіп, үлкен самсаның кесу рәсімін жасайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Жанымды мұңсыз жайландыратын, жолымды бөлек байландыратын, бір ғажап болса деп армандаймын. Тағдырға таңғалмаймын, басымды ойлар айналдыратын. Біздің көптен күткен самсамыз дайын болды. Қараңыздар, кесіп, таратып жатырмыз. Бірге дәмін көретін боламыз. Сайран құратын, сол күндер қайда деп іздеп келдім. Сәттерім тізбектелді. Әл-Фараби алаңында
халық өте көп жиналды. Барлығы керемет көңіл күйде. Гала концерт басталуына аз уақыттар қалды. Бірақ әйтсе де бізде қазір керемет әуезді ән шырқалып тұр. Өте тамаша атмосфера болып жатыр. Асау бұл өмірде сан тараулы жол бар. Болса дағы жан санаулы қолдар. Алысармас менің асыл арманыма. Фестиваль өте керемет өтуде. Міне көп мотоциклистер келді, басқа елдерден, басқа қалалардан. Бүгін бізде мотосезон ашылуы официально. В общем, бәрі күшті өтіп жатыр. Рахмет үлкен. Қанша мотоциклистер болды? Бүгін 100 шақты мотоциклистер болды. Жақында тағы бізден мотонашествие болады 12 апрельде. Келіңіздер, көріңіздер. Үлкен рахмет. Қандай да бір қиыншылықтар болып жатыр ма мұнда? Қиыншылық жоқ. Бәрі өте жақсы өтіп жатыр, өте күшті. Атмосфера, адреналин прям мощный болып жатыр бізде. Үлкен сізге рахмет, сәттілік. Рахмет. Қазір ең үлкен әуе шарын ұшыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Төкпен көз жастар арманда өтет кетет бұл жастық шақ. Қазір Шымкент қаласында гастрофестивальға қатысқан Шымкент қаласындағы ең тамаша деген асханалар мен ресторандарды дәл қазір марапаттап жатыр. We'll get in your car and you'll need to kiss me. We'll talk for hours and lie on the backseat. Және де Арбаттың дәл ортасында бізде керемет көрме өтуде, яғни жәрмеңке. Қолдан жасалған мамық ойыншықтардан бастап, әшекей бұйымдарға дейін керемет өтуде. Қазір жәрмеңке болып жатыр. Бізбен бірге болыңыздар. Өте қызық болады. Амыртарым менен қарай, янымда қанымда харай. Жәрмеңке қалай өтуде? Саламатсыз ба? Жәрмеңке өте ойдағыдай күшті өтіп жатыр. Адамдар көп, өте көп. Алып жатыр ғой, Иә, шүкір. Аха, сіздерде қандай бренд? Бренд Аманат. Тамаша. Яғни қолдан жасалған сөмкелер, киімдер. Шоперлеріміз киізден жасалған. Өзіміздің дизайнерске барлығы осы Шымкент қаласында шығарып жатырмыз. Ал осылайша дәм дәстүр ревью өз мәресіне жетті.